Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Қазақстан Ақтау телеарнасы болашағы біртұтас ел айдарының жалғасы іспетті. Қазақ тілін үйрену бағытындағы кезекті сабағын назарларыңызға ұсынады. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телеканал «Казахстан Ақтау» предлагает вашему вниманию очередное занятие по изучению казахского языка, как продолжение передач под рубрикой «Болашағы біртұтас ел». Біздің сабақтар топтамасы еңбек, кәсіп, мамандық туралы болып жатқанын байқаған боларсыздар. Ал бүгінгі сабағымыз кәсіби шеберлік тақырыбына арналады. Дорогие телезрители, вы, наверное, заметили, что цикл уроков посвящен теме труда, ремесла и профессии. Наш сегодняшний очередной урок посвящается теме «Профессиональное мастерство». Сабақтың мақсаты әрбір мамандық иесінің қызмет барысында өзінің кәсіби шеберлігін, біліктілігін арттыруының маңыздылығына тоқталып, мәнін ашу. Кәсіби шеберлік лексикалық тақырып бойынша жаңа сөздер мен тіркестерді игеру, оларды тілдік қатынаста қолдана білуге үйрету. Цель урока – раскрыть важность повышения профессионального мастерства, квалификации обладателя любой профессии в его трудовой деятельности, освоить новые слова и словосочетания по теме профессиональное мастерство, уметь применять их в разговорной речи. Қалау – мақсатқа жетелеуші рухани күш. Адамның қалауы екі түрге бөлінеді. Бірінші рухани сұранысы, екінші жанының сұранысы. Рухани сұранысына байланысты әрбір адам өзінің бақытқа жету жолын таңдайды. Желание – духовная сила, ведущая к намеченной цели. Желание человека делится на два вида. Первое – духовные потребности, второе – физиологические. В зависимости от духовных желаний каждый человек выбирает свой путь к счастью, счастливой жизни. Ал адам жанының сұранысына байланысты қалаудың түрі өте көп. Оның барлық түрін санап шығу мүмкін емес. Ол әрбір жағдаятқа байланысты өзгеріп келе береді. Мәселен, адамдар тұрмыста бай, әскерде қолбасшы, спортта чемпион, ал бизнесте табыскер, саясатта көшбасшы болғысы келеді. Желания по жизненным потребностям людей различны. Невозможно их пересчитать. Они меняются в зависимости от каждого обстоятельства, условий. Например, люди хотят быть богатыми, главнокомандующим в армии, чемпионами в спорте, удачным в бизнесе, а в политике – лидером. Адам белгілі бір мақсатына жету үшін оның бойында келесі қасиеттердің болған абзал. Білімділік, іскерлік, тәжірибе, сенімділік, адалдық, әділдік, әдептілік, тәрбиелілік және кешірімділік. Для того, чтобы достичь определенных целей, человек должен обладать такими качествами, как образованность, опытность, уверенность, честность, справедливость, вежливость и воспитанность. Аталған қасиеттерді адам бойына дарытып, мақсатқа жетелеуді ұштайтын бұл ұстаздар. Ұстаз да диқан сияқты. Ол әр адамның жанына білім дәнін себеді. Әр шәкіртін аялап өсіріп, өмір атты шексіз ғаламға топшысын қатайтып ұшырады. Дәлірек айтсақ, адамды өмір сүре білуге тәрбиелейді. Сол үшін бойындағы асыл қасиеттерін шәкірттеріне сіңіріп, тер төгеді. Учителя прививают людям вышеназванные качества, ведут их к намеченным целям. Учитель, как и хлебороб, сеет семена знаний в душу людей, обучая своих учеников, дает им путевку в долгую сложную жизнь, то есть готовит человека к жизненным трудностям. Олай болса, адамның жан дүниесін түсініп, ренжітпей, қателігін сездіре білу және оны түзетуге үйрету нағыз шеберлік. Таким образом, настоящее мастерство учителя – это понимать внутренний мир людей, не задевая чувство достоинства каждого из них, дать им почувствовать собственные ошибки и исправить их. Ендеше назарымызды ұстаздық шеберлік туралы мәтінге аударайық. Итак, обратим внимание на следующий текст о профессионализме учителя. Ұстаздық туралы. Ұстаз мектептің жүрегі деген екен, ұлы ағартушы ғалым Ыбырай Алтынсарин. Мектеп кеме, білім теңіз десек, ұстаз сол теңізде жүзген кеменің капитаны, жол бастаушысы. Сондықтан ұстаздық ұлы мамандық. Ұстаз болу білімді, білікті, әдепті, иманды, жанашыр, тәрбиелі болу керек деген сөз. Ұстаз баланың екінші анасы, оның өмірлік ұстанымын, ұлтына деген патриоттық сезімін, болашаққа деген сенімін қалыптастыратын жеке тұлғаны тәрбиелейтін жан. Ендеше ұстаз болу жүректің батырлығы, бұл мамандық иелері ұрпағын, яғни ұлтының болашағын тәрбиелейді. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бақыт бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор.
Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді. Ұрпаққа өмір сыйлаған аналарды қалай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да солай ардақтауға тиіспіз. Назарларыңызға ұсынылған мәтіндегі негізгі тірек сөздермен танысайық. Ағартушы ғалым, Ученый-просветитель, жол бастаушы, начинающий путь, иманды, духовный, жанашыр, переживающий, өмірлік ұстанымын, жизненная позиция, сенімін қалыптастыратын, укреплять веру, жеке тұлға, личность, білім нәрімен сусындату, утолить жажду знаний, жақсы қасиеттерді бойына дартып, привить хорошие качества, адамгершілік рух, гуманизм, ардақтау, прославлять. Тіл байлығын құрайтын бірліктердің қатарына тұрақты тіркестер жататыны баршамызға белгілі. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың аталған тақырыпқа сәйкес кәсіби шеберлікті сипаттайтын тұрақты тіркестермен танысатын боламыз. Известно, что устойчивые сочетания являются единицами, которые показывают богатство языка. Если так, то сейчас мы знакомимся с устойчивыми фразами, которые характеризуют профессионализм человека. Бетке ұстар белгілі, көрнекті деген мағынада. Лучший, первый человек, Еңбегі жану, быть вознагражденным за труды, иман жүзді, добродушный, жаны ашу, переживать за кого-то, то есть болеть душой, жанын салу, делать что-либо с любовью, старанием, то есть вкладывать душу. өресі жоғары, Человек высокой эрудиции, то есть быть на голову выше. түбін түсіру, өте шебер деген мағынада. Великолепно делать что-либо, то есть на отлично. Мақал сөздің мәйегі демекші. Келесі кезекті қазақ тіліндегі ұстаздық туралы мақалдармен танысуға берейік. Говорят, что пословица – носитель правды. Давайте знакомиться с очередной подборкой пословиц об учителях. Ұстаздан шәкірт озар. Прилежный ученик превзойдет учителя. Ұстазыңды ұлы әкеңдей сыйла. Учителя почитай, как отца родного. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. У знающего учителя и ученики умные. Шәкіртсіз ұстаз тұл. Учитель без учеников, что круглый сирота. Терминологиялық хабаршы. Бұл екінші бөлімнің атауы. Бұл бөлімде Қазақстан Республикасы үкіметінің жанындағы Республикалық терминология комиссиясының бекіткен терминдермен таныстырамыз. Автобан, Автобан, авиагруз, әуе жүгі, авиапочта, авиапошта, авиапредприятие, авиакәсіпорын, авиация гражданская, азаматтық авиация, авиация малая, шағын авиация, автобус городской, қалалық автобус, автобус дальнего следования, алысқа қатынайтын автобус, автобус лизинговый,
Лизингілік автобус. Автобус междугородный. Қалааралық автобус. Автобус международный. Халықаралық автобус. Автобус местного сообщения. Жергілікті қатынас автобусы. Автобус пригородный. Қаламаңы автобусы. Автобус туристический. Туристік автобус. Автовоз. Автотасығыш. Автогудронатор. Автогудрондаушы. Автозаправка. Жанармай құю. Автолебедка. Автошығыр. Автолестница. Автосаты. Автомагазин. Автодүкен. Автомагистраль. Автокүре-жол. Автомагистраль. Автомастерская. Автошеберхана. Автоматизация. Автоматтандыру. Автоматизация посадки. Қонуды автоматтандыру. Автоматизация производства. Өндірісті автоматтандыру. Қазақстандағы ұлттарды біріктіру үшін ең негізгі құрал ол ортақ тіл. Құшағы кең қазақ елі көптеген өзге ұлт өкілдерін бауырына тартты. Елімізде соңғы уақытта қазақша сөйлейтін өзге ұлт өкілдері айтарлықтай көбейгені де басты жетістігіміз. Біз облыс орталығындағы нөмірі 33-ші Әлия балабақшасындамыз. Естуімше Құлпынай тобында қазақ тілінде еркін сөйлейтін бірнеше өзге ұлт өкілдері бар. Ендеше олармен таныс болайық. Мемлекеттік тілді оқып үйрену бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Бүгінгі балалар біздің ертеңгі болашағымыз. Сондықтан мемлекеттік тілді үйретуді мектептен, тіпті балабақшадан бастаған дұрыс. 3-4 жастағы естияр тобында қазір 24 бала білім алып жүр. Топта қазақ тілінде тақпақтар айтып сөйлей алатын Алиса Фетисова, Милана Степанова және Захар Калашников бар. Олардың барлығының да ұлты орыс. Сасы кітап айепе, иекеді айепе, қуысакен қуысасын, айепе мен дозасын атапасап, айепе түге бағатаныты. Алиса, Милана, Захар мен достарым. Мен олармен қазақша сөйлесемін, тамақ ішемін, ұйықтаймын. Балаларды тәрбиелеу жұмысының негізі ең алдымен отбасында қаланып, содан соң балабақшада жалғасады. Бүгінгі жас ұрпақ болашағының іргетасының берік қалану үшін балабақшада берілетін білім мен тәрбиені дұрыс қалыптастыру өз қолымызда, дейді Құлпынай тобының тәрбиешісі Қаламқас. Қазақ тобында білім алып жүрген Милана, Алисия және Захар өте алғыр, әрі белсенді, дейді мұғалімдері. Милана, Алисия, Захар. Енді олар жайлы айтатын болсам, олар алғыр, талапты, өнерлі балалар. Әр сайыстарда, әр іс-шарада өздерінің өнерлерін көрсетеді, билейді, ән салады. Және де қазақ тіліне келгенде олар жақсы сөйлейді, анық, әрбір дұрыстап айтқан сөзді олар қабылдап алады. Сабақ барысы да жақсы. Балалармен ойнау жағы да жақсы олардың. Мен осы топқа ағылшын тілінен сабақ беремін. Милана, Захар, Алисия, олар ағылшын тілінен өте алғыр. Кез келген тақырыпта біз бастаған кезде тез алып кетеді.
Иә, облыс орталығындағы нөмірі 33-ші Әлия балабақшасында осындай білімді балақайлар көп. Ал бала дегеніміз болашақ. Балаларымызды қалай тәрбиелесек, болашағымыз солай болмақ. Балаларымызды отан сүйгіштікке, ата-баба салт дәстүрін құрметтейтін ұрпақ тәрбиелеу баршамызға бірдей міндет. Келешегіміздің қожасы балаларымызды білімді де, мәдениетті, тәрбиелі де, әдепті, кішіпейілді, қарапайым етіп тәрбиелеу өз қолымызда. Құрметті көрермен, бүгінгі сабағымызды ұлы ақын Абайдың ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген өлең жолдарымен түйіндейміз. Бүгінге осы сіздермен бірге болған мен Мұхамбет Қазанғап және мен әріптесім Әсем Сартбаева. Эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыздар.